Талдықорғанда қазақ күресінен жетісу бөрісі анықталды. Облыс әкімінің жүлдесі сарапқа салынатын бұл бәсекеге Алматы облысының барлық аудан қалаларынан 38 палуан қатысты. Бұлардың арасында танымал спортшылар да көп болды. Әсіресе әлемдік және халықаралық жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап жүрген майталмандардың әрбір белдесуі ерекше тартыспен өтті. Өйткені кілем үстінде атақ та салмақ та маңызды емес. Кім мықты болса, сол ғана түйе палуан атанып, дәстүрлі турнирдің алтын белбеуін тағады. Ақтық сынға дейін 4 белдесу өткізіліп, бәрінде жеңіске жеткен Көксу ауданының Апайтөс палуаны Айдос Қаңғыбаев пен Алакөл ауданының өкілі Саят Шамшиев финалдық кездесуде жолықты. Екеуі де самбо күресінен халықаралық жарыстарда биіктен көрініп жүрген белгілі саңлақтар. Қарсыласынан айласын асырып, жеңімпаз атанған Алакөлдік Саят Шамшиев жетісу бөрісі атағына ие болды. Оған жеңіл автокөліктің кілті табысталды. Жазда өтетін Қазақстан барысында ешқайсыңызды жерге қаратпаймыз. Қолдан келгенше атой салып, Алматы облысының намысын қолдан бермеймін.